Али Имран сүресі 13-20 аяттар. Уа Яхуд қауымы, Бәдір майданында жолыққан екі қарулы қолдың оқиғасы сендерге ғибрат. Бір топ әскер Алла жолында соғысты, ал екінші топ кәпірлер қауымнан еді. Олардың көзіне мұсылмандардың саны екесе көп секілді болып көрінді. Алла өзі қалаған жандарға көмек беріп, қолдайды. Ақиқатына қарайтын болсақ, көзі ашық жандар үшін бұл оқиғада үлкен ғибрат бар. Адам баласының ләззатқа деген құмарлығын арттыру үшін әдемі әйелдер, балалары, алтын, күміс, дүниелер, асыл тұқымды арғымақтар, мыңғырған мал мен егінжайлар кереметтей қызықтырып көрсетілген. Өткінші тіршіліктің құмарлықтары міне осындай. Алайда Алланың елігіндегі қайтып оралатын мекен бәрінен де артық. Осының барлығынан да артық ғажайыптар бар екенін сендерге баяндап берейін бе? Деп оларға айтқан: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Құдайдың қаһарын туғызудан қорыққандар үшін мәңгілік мекен болатын арасынан мөлдір өзендер сарқырай аққан Алланың жәннат бақшалары дайын тұр. Онда сендер үшін күнәдан пәк жұбайлар мен Алланың жарылқауы бар. Алла пенделерінің жағдайын жақсы біледі. Жаратқан иеміз, біз саған иман келтірдік. Күнәларымызды кешіріп, тозақ отының азабынан сақтай көр, деп жалбарынатын құлдарын Құдай өз назарына алады. Ондай жандар сабыр иелері. Жаратқан иемізге бойсұнатын адал жандар, садақа берушілер мен таңнан тұрып Тәңірге жалбарынушылар. Алладан өзгеге Тәңірдің жоқ екеніне Алла куәлік етеді. Бұл ақиқатқа жаратқаннан өзге ұлы да, данышпан да жоқ, деп періштелер мен әділетті білім иелері де куәлік етеді. Алланың құзырындағы шынайы дін ислам. Кітап берілгендер өздеріне айқын білім келгеннен кейін де бір-біріне деген қызғаныштың, көралмаушылықтың кесірінен әділетсіздікке ұрынып, өзара талас тартысқа түсті. Кім Алланың жіберген ақиқатына иман келтірмесе, Құдай оның жазасын тез береді. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Егер олар сенімен сөз жарыстырып тайталасса, соңымнан ергендермен бірге өзімді Аллаға тәсілім еттім деп айтарсың. Кітап түскендер мен сауат жоқ пенделерден ислам дінін қабылдадыңдар ма деп сұраса, егер де ислам дінін қабылдаған болса, шын мәнінде тура жол тапқандары, ал егер де одан бас тартса, онда сенің міндетің тек ақиқатты жеткізу ғана. Құлшылық етіп жатқан пенделер әрдайым Алланың назарында.